Армысыздар, құрметті тыңдармандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода анемия, яғни қаназдық, бас айналу, қаназдық қайдан пайда болады, себеп салдары мен емі туралы болмақ. Қанның қызметі қандай, осы туралы барлық ақпараттарды айтатын боламын. Менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк батырмасын басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, келесі видеолардың шығуына себепкер боласыз. Жалпы анемия туралы айтпас бұрын, қанның атқаратын қызметі туралы біліп алсақ. Қан мынандай қызметтерді атқарады. Ең бірінші, ас қорыту. Қан ұлпалары мен мүшелерге қоректік заттарды, суды, минералды тұздарды және витаминдерді, яғни дәрумендерді тасымалдайды. Бөліп шығару, қан бөліп шығару мүшелері арқылы ыдырау өнімдерін шығарады. Тыныс алу, өкпе ұлпаларының арасындағы газ алмасу процесін қамтамасыз етеді. Әр түрлі мүшелердің реттелуін анықтап, ағзада гормондар мен басқа да заттарды жеткізеді. Ол мүшелердің қызметіне әсер етеді. Қорғаныш қанның құрамында фагоцит қабілеті бар жасушалар болады және арнайы ақуыздар, антиденелер болады. Олар улы ағзалардың көбеюіне кедергі жасайды да оларды бөліп шығарады. Анемия ағзада қанның қызыл элементтері, гемоглобин және эритроциттердің азаюы. Ағза жасушаларына қажет барлық элемент осы қан арқылы тасымалданады. Ал оның аз болуы, әлсіздік, шаршау, шаштың түсуі, ұйқының қанбауы сынды белгілері арқылы көрініс табады. Анемияны үй жағдайында емдеу аса қауіпті, себебі темірдің шеттен тыс мөлшерде өлімге әкеліп соғуы мүмкін. Егер ағзада геморрой, ішек бұзылысы мен асқазаннан қан кету, асқазан ойық жаралары арқылы көрініс табады. Яғни асқазан ойық жараларында қан кету пайда болуы мүмкін. Көбінде мен алдыңғы видеоларда айтылған осы асқазан жарасы туралы өте маңызды тақырыптар болған. Осы видеоның астына сілтеме қалдырамын, басып қарап көрсеңіздер болады. Асқазанда ойық жара болса, көбінде аспирин, парацетамол сияқты температураны түсіретін, қан қысымы жоғары кісілерде қан сұйылту барысында осы аспиринді ішіп жатады. Мұны көп ішуге, көп тұтынуға болмайды, өйткені асқазанда қан кетуі болуы мүмкін. Осы асқазандағы жарадан қан кету болған кезде анемияға шалдығасыз. Тағы айта кететін жайт, қан талдамасын жасаған кезде гемоглобин жоғары дәрежеде болып көрсетуі мүмкін. Егер ол қандай кезде? Егер сіз тәтті қанттан жасалған тәтті өнімдерді көбірек тұтынатын болсаңыз, қан талдамасында шатасу болып, гемоглобин жоғары дәрежеде 140-қа дейін баруы мүмкін. Тәттіні көп тұтынбауға кеңес беремін. Сырттан темір түспейді, немесе түскен темір дұрыс сіңбейді. Бұл үшін дәрігерлер арнайы препараттар тағайындайды. Ағзаға не үшін дәрумен дұрыс сіңбейді? Ішек құрылыстарыңыз дұрыс болмаса, яғни қанша витамин, қанша дәрумендерді қабылдасаңыз да, сіздің ағзаңызға дұрыс сіңбейді. В12 дәрумені жетіспесе не болады? Көңіл күйге, энергия деңгейінің, есте сақтау қабілеті, жүрекке, ас қорытуға және тағы басқа ауруларға әсер етеді. Ол В тобының ең маңызды элементтерінің бірі. Сондықтан да оның жетіспеушілігі шаршаңқылыққа, әлсіздікке, тіс мәселесіне, іш қатуға, тәбеттің жоғалуына және салмақ тастауға да әкелуі мүмкін. Ал ауыр жағдайда ол депрессияға, қаназдыққа және ұмытшақтыққа апарады. Кей жағдайларда балаларда қанның құрамындағы темір тапшылығы баланың психикалық ауытқуларына да әсер етеді екен. Анемия белгілері байқала бермейді. Сол себепті аурудың алдын алып, дер кезінде дәрігерге қаралған дұрыс. Балаға темір, фолий қышқылдары, ақуыз жетіспегенде анемия пайда болып, ауру өршей бастайды.
Өнеркәсіп көп орындарда, экологиясы нашар қалаларда көп жағдайларда 3-6 жас аралығындағы балалар анемиямен жиі ауырады. Сиыр сүтін қайнатпай ішу де қан азықты асқындырады, себебі оның құрамындағы темірден қарағанда ақуыз көп. Сондай-ақ түрлі инфекциялық аурулар кезінде де анемия өрши түседі. Сондай-ақ жас балаларда бұл дертке шалдығуына негізгі созылмалы түрде іш өту, паразит құрттарды жұқтыруы, іш сүзгімен ауруы басты себеп болады. Темір көбінде ет, балық, бұршақ, сұлы жармаларын жегенде өте пайдалы. Темірі бар дәрілерді, тағамдарды қабылдаған соң, шайды тамақтан кейін 1 сағаттан соң ішу керек. Қандай да бір дәруменді қабылдамас бұрын ішектерді тазалап алуға кеңес беремін. Ішектегі ішек құрттар, әсіресе біздің көптеген дәрумендер, күнделікті ішіп жүрген пайдалы тағамдардың барлығын ішек құрттарға пайдасын келтіріп, адам ағзасына пайдалы тағамдар мен дәрумендер дұрыс сіңбейді. Ішек құрттардан арылу үшін дәріханалардан арнайы дәрілерді сатып алу көбінде басқа ағзаларға зиянын тигізеді. Халық еміне жүгініп, асқабақ дәнін жеуге кеңес беремін. Асқабақ дәні өте пайдалы, адам ағзасына ежелден келе жатқан белгілі танымал дәндердің бірі. Бұл көкөністің тамақ ретінде жеу арқылы ағзадағы қажетті дәрумендер мен минералды заттарды толығымен ала аласыз. Әрі көптеген дерттерге дауа болатын қасиетке ие. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі болып табылады. Айталық, асқабақ дәні халық емінде жүрек қан тамыр ауруларында емдейді. Қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Климакс кезінде ауырлықты болдыртпайды. Қатерлі ісіктердің алдын алады. Қандағы қанның мөлшерін реттейді. Ерлердің денсаулығын жақсартады, артық салмақтан арылтады, көңіл күйіңізді көтеретін, ішек құрттарды тазалайтын керемет дән деп айта аламын. Аш қарынға таңертең асқабақ дәндерін өзің жақсылап жуып шайып, күнделікті асқабақ дәнін жеуге кеңес беремін. Дастарханыңызда үнемі асқабақ дәнін жуып тазалап, арнайы ыдысқа салып қойыңыз. Оны балалар да, егде жастағы адамдар да барлығы жей беруіне болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Бір ескертетіні, асқабақ дәнін қуыруға болмайды. Қуырған кезде өзінің құрамындағы пайдалы элементтерді жойып жібереді. Екіншіден, қызылша шырының емдік қасиеті орасан зор. Ал дайындауы 5-ақ минут. Көкөністердің арасындағы қызыл түспен ерекшеленген кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жей беруге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа болады. Мұны дәрігерлер де бүгінде ғалымдар да жоққа шығармайды. Қызылша шырыны қанды көбейтеді. Қан аздық кезінде ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стақан шырын жасап ішіңіз. Арасына бал қосып ішсеңіз де болады. Қызылша тек қана қанды ғана көбейтпейді, миды жасартады. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Бұлшық етті қалпына келтіреді. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Шлактарды тазалайтын керемет сусын. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.